Ғалымдардың зерттеуінше жастардың 70%-ның жүйкесінде ауытқу бар. Олар өмір сүруге қабілетсіз, өнер мен ғылымға бейімсіз. Академик Рихтер баладағы невроз ауруының алдын алу үшін бесік жырын тыңдату керек деген. Ал психолог Леутин бесік жырын тыңдау мидағы нейронның дұрыс дамуына түрткі болады дейді. Америкалық ғалым Гроф Беунти Брайан деген кітапта бесік жыры баланың психотерапиялық аурудан жазылуына ықпал ететінін ескертеді. 2001 жылы Ресейдің Тюмен қаласының ғалымдары мынандай тәжірибе жүргізді. Жастары шамалас бірнеше сәбиді іріктеп, екі топқа бөліп бақылайды. Бірінші топтағы сәбилерге тұрақты түрде бесік жырын тыңдатты. Екінші топтағыларға әртүрлі әуендер тыңдатады. 6 айдан соң бөбектердің миын тексереді. Әлдеге жарымаған балалардың нейрон жасушалары баяу дамыған. Бұл фактіге күмән келтіргендер де болатын, бірақ зерттеу жұмыстары жалғаса берді. Әлде тыңдамаған сәбилердің мінез құлқында психологиялық ауытқуларда күшейе берді. Олар тез ашуланып, тез шаршады. Жалқаулыққа бейім болды. Сабаққа ынтасы төмендеді. Ауру сырқауға да тез шалдықты. Ал бесік жырын үзбей тыңдаған сәбидің бойында мынандай артықшылықтар байқалды. Жүйке жүйесі қалыпты жұмыс істеді, мейірімділік, қайырымдылық, сүйіспеншілік сияқты ізгі сезімдер қатар дамыған, қиялдау қабілеті ұштаған, мағыналы һәм мәнерлі сөйлеуді үйренген, тұйықталмай пікірін ашық білдіретін батыл болған.